Қайырлы күн оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тригонометриялық теңдеулерді шешу әдістері. Сабағымыздың мақсаты тригонометриялық теңдеулерді әртүрлі әдістермен шешу жолдарымен танысып, тригонометриялық теңдеулерді шешу дағдысын дамыту. Тригонометриялық теңдеу дегеніміз белгісіз аргументтің тригонометриялық функциясына қатысты алгебралық теңдеу. Синус x тең а, косинус x тең а, тангенс x тең а, котангенс x тең а түрінде берілген теңдеулерді қарапайым тригонометриялық теңдеу деп атаймыз. Енді тригонометриялық теңдеулерді шешу әдістеріне тоқталайық. Бір тригонометриялық функциямен берілген алгебралық теңдеуге келтірілетін тригонометриялық теңдеулер, бір текті тригонометриялық теңдеулер, қосымша аргумент енгізу арқылы шығарылатын тригонометриялық теңдеулер және функциялардың дәрежесін төмендету арқылы шешілетін тригонометриялық теңдеулер. Квадрат теңдеуге келтірілетін теңдеулерге тоқталсақ. Теңдеуде тригонометриялық функциялар бір аргументпен беріледі, немесе оңай бір аргументке келтіріледі. Тригонометриялық функциялар бір түрде беріледі, немесе тригонометриялық формулалар қолдану арқылы бір түрге келтіріледі. 2 синус квадрат x қосылған 3 синус x минус 2 тең 0 түрінде берілген тригонометриялық теңдеуді қарастырайық. Берілген теңдеу синус x функциясына қатысты квадрат теңдеу болып табылады. Егер синус x-ті t-мен алмастыру жасасақ, онда 2t квадрат қосылған 3t минус 2 тең 0 түріндегі алгебралық квадрат теңдеуді аламыз. Теңдеуді шешіп түбірлерін табатын болсақ, t тең минус 2, t екінші түбірі ол 2-ден 1-ге тең болады екен. Сонда берілген теңдеу синус x функциясына қатысты синус x тең минус 2 және синус x тең 2-ден 1 түріндегі қарапайым 2 теңдеуге келеді. Синус x тең минус 2 теңдеуінің шешімі жоқ. Себебі синус x функциясының мәндер жиыны минус 1 мен 1-ның аралығы болғандықтан. Минус 2 ол аралыққа жатпайды. Синус x тең 2-ден 1 теңдеуін шешетін болсақ, бұл теңдеудің шешімі минус 1-дің n дәрежесі 6-тан π қосылған πn. n мұндағы бүтін сандар жиынына жатады. Келесі тригонометриялық теңдеуді қарастырайық. 6 косинус квадрат x қосылған 5 синус x минус 7 тең 0 түрінде берілген теңдеу. Бұл теңдеуді шешу үшін функцияның атаулары әртүрлі болғандықтан, бір атауға келтіру үшін тригонометриялық негізгі формуланы қолданамыз. Синус квадрат x қосылған косинус квадрат x тең 1 тепе теңдігін қолданып, косинус квадратты 1 минус синус квадратпен алмастырамыз. Сонда жақшаларды ашып ұқсас мүшелерін біріктіреміз. Сонда біз минус 6 синус квадрат x қосылған 5 синус x минус 1 тең 0 теңдеуін аламыз. Осы теңдеудің екі жағында минус 1-ге көбейтсек, 6 синус квадрат x минус 5 синус x қосылған 1 тең 0. Теңдеуіміз квадрат теңдеуге келтірілетін болғандықтан, синус x-ті t-мен алмастырамыз. 6t квадрат минус 5t плюс 1 теңдеуден квадрат теңдеу алдық. Осы квадрат теңдеуді шешіп түбірлерін табамыз. Түбірлері бір түбірі 2-ден 1-ге тең, екінші түбірі 3-тен 1-ге тең екен. 2-ден 1 мен 3-тен 1 минус 1 мен 1-ның аралығында жататын болғандықтан, яғни қарапайым тригонометриялық теңдеуге келтіріп шешеміз. Синус x тең 2-ден 1-ге тең, синус x тең 3-тен 1-ге тең деген екі қарапайым тригонометриялық теңдеуді шешеміз. Синус x тең 2-ден 1-дің шешімі минус 1-дің n дәрежесі 6-тан π қосылған πn. Мұндағы n бүтін сандар жиыны. Синус x тең 3-тен 1 тригонометриялық теңдеуінің шешімі минус 1-дің m дәрежесі арг синус 3-тен 1 πm. Мұндағы m бүтін сандар жиыны. Сонымен бұл теңдеудің екі түбірі бар екен. Келесі 3 косинус 2x тең 7 косинус x теңдеуін шешейік. Берілген теңдеудегі тригонометриялық функцияларды косинус 2x тең 2 косинус квадрат x минус 1 формуласын пайдаланып, аргументтері бірдей тригонометриялық функцияға келтіреміз. Орнына қойып түрлендіретін болсақ, бізде 6 косинус квадрат x минус 7 косинус x минус 3 тең 0 деген тригонометриялық теңдеу шығады. Бұл теңдеуде косинус x-ті t деп белгілеп алып, 6t квадрат минус 7t минус 3 тең деген квадрат теңдеуін аламыз. Сонда квадрат теңдеудің түбірлерін тапсақ, t бірінші түбірі 2-ден 3-ге тең, екінші түбірі минус 3-тен 1-ге тең.
Алынған мәнді орнына қоятын болсақ, косинус x тең 2-ден 3, косинус x тең минус 3-тен 1 деген екі қарапайым теңдеулер аламыз. Косинус x 2-ден 3 деген теңдеудің шешімі жоқ. Себебі 2-ден 3 дегеніміз ол 1,5, яғни мәндер жиынының аралығында жатпайды бұл. Значит, шешімі жоқ. Косинус x минус 3-тен 1 теңдеуінің шешімі x тең плюс минус косинус арк косинус минус 3-тен 1 қосылған 2πn. Арк косинус минус 3-тен 1 болғандықтан плюс минус пи минус арк косинус 3-тен 1 қосылған 2πn болады екен бұның жауабы. Яғни бұл теңдеудің бір ғана жауабы бар екен. Тағы бір мысал қарастырайық. Тангенс x қосылған 3k тангенс x тең 4 теңдеуін шешейік. Бұл теңдеуді шешу үшін тангенс x көбейтілген k тангенс x тең 1 формуласынан алынған тангенс x тең k тангенс x тең 1 өрнегін берілген теңдеуге қоямыз. Тангенсті орнына k тангенс x тең 1 деп. Теңдеудің сол жағын ортақ бөлімге келтіріп, ұқсас мүшелерін ортақ бөлімге келтіріп, 4-ті оң жаққа, сол жаққа көшіріп, ұқсас мүшелерін біріктіреміз. Сонда 3k тангенс квадрат x минус 4k тангенс x қосылған 1 тең 0 түріндегі теңдеу алады екенбіз. K тангенс x тең t алмастыруын жасайтын болсақ, бізде 3t квадрат минус 4t қосылған 1 тең 0 түріндегі квадрат теңдеу аламыз. Бұл теңдеуді шешеміз. Бұл теңдеудің түбірлері. T бірінші түбірі 3-те 1-ге тең, t екінші түбірі 1-ге тең екен. Алынған мәндерді орнына қоятын болсақ, k тангенс x тең 3-тен 1-ге және k тангенс x тең 1-ге түріндегі екі қарапайым тригонометриялық теңдеу аламыз. Енді сол теңдеулерді шешеміз. Бұл теңдеулердің шешімі сәйкесінше x бірінші түбірі арк k тангенс 3-тен 1 πn, екінші түбірі x екінші түбірі 4-тен π қосылған πn. Мұндағы n бүтін сандар жиыны екен. Сонымен бұл теңдеудің екі шешімі бар екен. Енді осы теңдеулерді шешу алгоритмін жасайтын болсақ, төмендегі тепе-теңдікті қолдану, яғни тригонометриялық формулаларды қолдану, бір тригонометриялық функцияны екіншісі арқылы өрнектеу, белгілеу енгізу, келтірген квадрат теңдеулерді шешу және тригонометриялық теңдеулердің шешімін табу. Енді біз сіздермен бір текті теңдеулерді қарастырайық. Бір текті теңдеулер бұл екі айнымалысы бар, құрамында бір мүшелердің дәрежесі бірдей болып келетін теңдеуді айтамыз. Бір текті тригонометриялық теңдеулер. А синус x қосылған b косинус x тең 0. Бірінші ретті бір текті тригонометриялық теңдеу болып табылады. А синус квадрат x қосылған b синус x көбейтілген косинус x қосылған с косинус квадрат x тең 0. Екінші ретті бір текті тригонометриялық теңдеу. Бір текті тригонометриялық теңдеулерді шешу алгоритмін жазып көрсетейік. Синус x тең 0, косинус x тең 0 теңдігі орындалатынын анықтаймыз бірінші. Екінші, теңдеуді синус x немесе косинус x-ке қатысты ажыратамыз. Үшінші, теңдеуді тангенс x немесе котангенс x-ке қатысты теңдеуге келтіреміз. Төртінші, шыққан тангенс x немесе котангенс x-ке қатысты қарапайым тригонометриялық теңдеуді шешеміз. Және теңдеудің жауаптарын жазамыз. 2 синус x минус 3 косинус x тең 0 деген теңдеуін қарастырып көрейік. Бұл теңдеуді шешу үшін теңдеудің екі жағында косинус x-ке бөлеміз. Сонда 2 тангенс x минус 3 тең 0 қарапайым тригонометриялық теңдеуін аламыз. Яғни бұл теңдеуді шешетін болсақ, тангенс x тең 2-ден 3-ке тең екен. Яғни x тең арк тангенс 2-ден 3 қосылған πn. Мұндағы n бүтін сандар жиынына жатады. Енді екінші ретті бір текті тригонометриялық теңдеулерді шешуін қарастырайық. Синус квадрат x минус 3 синус x көбейтілген косинус x қосылған 2 косинус квадрат x тең 0 теңдеуі берілсін. Бұл теңдеудің екі жағында косинус квадрат x-ке бөлеміз. Сонда біз тригонометриялық теңдеу аламыз. Ол тригонометриялық теңдеу бізде квадрат теңдеу болады. Квадрат теңдеудің түбірлерін табады екенбіз. Түбірлерін табатын болсақ, z1 1-ге тең, z2 2-ге тең. Енді
алмастыруға қайтып ораламыз. Тангенс x тең 1, тангенс x тең 2 деген екі қарапайым тригонометриялық теңдеу аламыз. Алдымен тангенс x тең 1 теңдеуін шешеміз. Яғни бұл теңдеудің жауабы x тең арт тангенс 1 қосылған пи-н, немесе x тең 4 тең пи қосылған пи-н. Содан соң тангенс x тең 2 теңдеуін шешеміз. Бұл теңдеудің шешімі арт тангенс 2 қосылған пи-н. Сонымен бұл теңдеудің 2 жауабы бар екен. Қосымша аргумент енгізу әдісі арқылы шығарылатын тригонометриялық теңдеулерді қарастырайық. Түбірасты 3 синус 2х минус косинус 2х тең 2 теңдеуін шешу үшін теңдеудің екі жағында 2-ке бөлеміз. Теңдеудің екі жағында 2-ке бөлгенде бізден мынандай теңдеу шығады. 2-ден түбірасты 3 көбейтілген синус 2х минус 2-ден 1 косинус 2х тең 1 деген. Бұл теңдеудегі 2-ден түбірасты 3 дегеніміз ол косинус 6-тан пиді береді. 2-ден 1 дегеніміз ол синус 6-тан пиді береді. Енді орнына апарып қоятын болсақ, сонда бізде синус 2х көбейтілген косинус 6-тан пи минус косинус 2х көбейтілген синус 6-тан пи тең 1 деген тригонометриялық теңдеу болады екенбіз. Бұл теңдеудің сол жағын жеке алып қарастыратын болсақ, ол бізде синус альфа минус бета формуласын береді екен. Енді сол формуланы қолданып, біз теңдікті сол жағын синус 2х минус 6-тан пи деп аламыз. Тең 1-ге деген тригонометриялық теңдеу шығады. Қарапайым тригонометриялық теңдеу шығады. Енді сол қарапайым тригонометриялық теңдеудің аргумент 2х минус 6-тан пи болғандықтан 2х минус 6-тан пи тең болады 2-ден пи қосылған 2 пи-н. Мұндағы n бүтін сандар жиыны. Шешетін болсақ, 6-тан пиді оң жаққа көшіреміз, яғни ортақ бөлімгеге белтіріп қосамыз, және қысқартуды орындаймыз. Сонда бізде 2х тең болды 6-тан 4 пи қосылған 2 пи-н екен. Енді теңдеудің екі жағында 2-ке бөлетін болсақ, x тең болады 3-тен пи қосылған пи-н деген теңдеудің түбірі шығады екен. Бұл теңдеудің жауабы болады. Енді осы тақырыпты бекіту мақсатында орындалатын тапсырмаларды ұсынамыз сіздерге. Өздеріңіз орындап көрулеріңізге болады. Назарларыңызға рахмет.